أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Қадірмен жамағат, Худ сүресінің 116 аятына келіп жеттік. Астағфиру биллах. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين صدق الله العظيم. Сендердің алдыңғы ғасырлардың қауымдардағы адамдар жамандықтан тиятын, зұлымдықтан тиятын адамдар болғанда ғой. Әлбетте, олардың ішінде азылары ғана жамандықтан тиді. Және де осы азылар ғана құтылды дейді. Алайда, олардың көбісі зұлымдықтың артына еріп, жамандық жасайтындардың арттарына еріп, мужримин, яғни залымдардан болды дейді. Бұл аятта, құрметті жамағат, Алла Тағала біздерге дүниеде мынау жаман нәрсемен қай уақытта белең алады? Егер осы жамандықтан тиятын, осы дұрыс нәрсені айтатын адамдар болмаған кезде зұлымдық белең алатын екенін Алла Тағала айтып тұр. Шын мәнінде зұлымдық деген нәрсе осы зұлымдықты жасайтын адамдардың көптігімен таралмайды екен. Бәлкім осы зұлымдықтан тиятын адамдардың аздығымен зұлымдық не істейді екен? Зұлымдық жеңеді екен. Өткен ғасырдағы, өткен үмметтердегі адамдар көбіне зұлымдыққа еріп, көпшілікпен бірге болатын. Тіпті осы дұрыс пайғамбарлардың діндеріне бет бұрмауының бір себебі көпшіліктен қалқамау себебінен болды. Мысалы, осы сүредегі қаншама пайғамбарлардың қиссалары келген. Осы пайғамбарлар өзінің қауымына неге Аллаға, жалғыз Аллағана иман келтірмейсіңдер деп сұраған кезде, бәлкім біздің жолымыз басқа, біз өзіміздің аталарымыздың жолын қуамыз деп не істеді? Жай ғана көпшілікпен бірге жүруді қалады. Бірақ та әр адам сол кездегі кейбіреулері оның пайғамбардың ақиқатта екендігін білген екен. Демек, өмірде кейде көпшіліктің барлығы дұрыс жасайды деген сөз емес. Кейде көпшіліктің өзі де қателеседі. Осы көпшіліктің қателескенін қалай түсінеміз? Әрине, Алла Тағала біздерге ақыл берді. Ақыл бұл жамандық пен жақсының ажыратып тұратын сондай Алла Тағала бізге берген нығмет екен. Ақыл құрал. Тіпті мынау жаман нәрсені істеп жүрген адамдардың өздері де құрмет жамағат. Істеп жатқан тірліктер жаман екендігін өздері мойындайды негізі. Өмірде көп күнә жасап жүрген адамдардан сұрасаңыз, мынау істеп жатқан нәрсең дұрыс па осы деген кезде дұрыс емес дейді. Көпшілігі дұрыс емес дейді. Қараңыздар, тіпті күнә жасаған адам өзінің күнәсі жаман екендігін өз ақылымен біледі, дұрыс емес екендігін. Бірақ та нәпсі белең алғаннан кейін оның артына істейді. Демек, өмірде зұлымдықтың жеңбеу үшін осы зұлымдықты қайтаратын адамдар болу керек. Бір нәрсені дұрыс емес екендігін көрдік пе? Біз соны қайтаруымыз керек. Себебі ескерту бұл әр мұсылман адам міндеті. Біз ескертуіміз керек. Фадаккир фа инна зикра танфаул муъминин. Ескерт, расында ескерту момын мұсылманға үлкен пайдасын береді. Біз мұсылман болғаннан кейін тек қана өзім деп өзімізді ойламауымыз керек. Бәлкім бізге мойнымызға жүктелген үлкен жүктердің бірі бұл ескерту. Адамдарға ескерту. Біз қалай ескерте аламыз? Ескертудің өз дәрежелері болады. Бірінші, іспен қайтарамыз, іспен ескертеміз. Өмірде кейде бір сондай бір зұлымдықты көрдік пе, дұрыс емес нәрсені көрдік пе, ісімізбен араласамыз. Егер шамамыз келетін болса. Егер шамамыз келмейтін болса, жай ғана сөзбен айтамыз. Не істейміз? Жай ғана сөзбен ескертеміз. Дұрыс емес деп айтып кету керек. Егер сөзге де шамамыз келмейтін болса, ең азы жүрекпен жек көріп кету керек. Жүрекпен жек көру деген сөз, бұл ұмыта салу деген емес. Көп адамдар шатастырады. Ештеңке айтпай, әшейін іштен жүрекпен жек көру жоқ. Жүрекпен жек көру деген сөз, бұл оны есте сақтап жүріп,
біздің шамамыз келетін адамдарға соны жеткізу, жүрекпен жеткізу деген осы нәрсе. Өмірде бір нәрсе, дұрыс емес нәрсені көрдік пе, соны біз шамамыз келмей ме, іспен, тілмен айтуға, жүрекпен соны жек көру керек те, үйге келген кезде, жақындарымызға келген кезде, біздің сөзіміз өтетін адамдарға соны жеткізу керек. Бүгін мен көшеде мына нәрсені көрдім, балам, бұл нәрсе дұрыс емес деп соны не істеу керек, жақындарымызға жеткізуіміз керек. Міне жүрекпен жек көру деген осы нәрсе. Әйтпесе көшеде көріп, оны жаңағыдай айтуға шамамыз келмейді, сөйтіп ұмытыла салу деген нәрсе емес те, құрметті жамағат. Сол үшін мұсылман адам, бұл дін үлкен аманат. Біздің мойнымызға жүктелген үлкен аманат, және де адамдарды жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыюды. Құрметті жамағат, бұл тек қана дін қызметкерлерінің ғана жұмыстары емес, бәлкім барлық мұсылман үмметтің міндеті екен. Сол үшін құрметті жамағат, Алла тағала әрқайсымызды осы жақсылыққа шақыратын, жамандықтан көркем түрде шақыратын Алланың сүйікті құлдарынан болуымызды баршамызға нәсіп етсін.